Сәлеметсіздер ма көрермендерім? Жөтел қысып мазалай ма? Жөтелге қарсы дәрінің көмегі болмады ма? Бүгін жөтелді кетіру үшін кеудеге арналған шөп тұнбасы туралы айтамын. Келесі видеом қант диабеті және оған халық емін қолдану жөнінде болмақ. Алдымен денсаулыққа пайдалы қызықты видеоларымды өткізіп алмас үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Күзде және қыста күн салқындап, аяз болған кезде көп адам суықтап тұмауратады. Жөтел болып, жөтелге қарсы дәрі түрлерін ішкенмен кей жағдайда пайдасы болмайды. Осы жағдай менің де басымнан өтті. Жөтелді кетіретін дәрілер қабылдағанмен 3 апта жөтел басылмаған соң дәрігерге бардым. Бірақ екпе алғым келмеді. Қандай халық емі бар деп дәрігерден сұрағанда, кеудеге арналған шөп тұнбасынан шай ішуді және 15-20 минут сайын ысқылтым су ішуді ем ретінде тағайындады. Енді сол еммен сіздермен бөліспекшімін. Кеудеге арналған фитошай түрлері шөп және қалташада болады. Қай түрін қолдансаңыз да пайдасы бар, бірақ мен шөп түрін қолданғанды ұнатамын. Кеудеге арналған шай дәріханада 250-300 теңге тұрады. Құрамы жалбыз тікен тамырлары 50%, өгей шөп жапырағы 25%, жұпаргүл шөбі 25% болады. Шөпті эмаль немесе шыны ыдысқа біраз қасық саласыз, үстіне шамамен 200 грамм бір кесе қайнап тұрған ыстық суды құйып, бетін жауып 15 минут қоясыз. 15 минуттан соң тұнбаны сүзіп алып, үстіне тағы да жарты кесе ыстық су құйып ішесіз. Шөп шайды күніне 3 рет 10 күн ішсеңіз, жөтеліңіз басылып, ағзаңызды тазартады. Шөп шайды егер жөтел жаңа басталған кезде ішсеңіз, бір күнде жөтеліңізден айыға аласыз. Сонымен бірге, жөтелге терең тыныс алып, демді шығарып, тыныс алу жаттығуын жасасаңыз да көмегі бар. Бүгінгі видеом осындай. Видеом ұнаса лайк басып, пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.